Баршаңызға қайырлы күн, қымбатты достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен қыс бойы қытырлатып шығатын қырыққабаттарымызды қалай тұздау керегін үйренеміз. Менің енем дәл осы қырыққабаттарды мақтап, тәбетім болмай жүреді, жақсы болды ғой деп күнде шайдың басында жеп отырады. Сіз де менімен бірге жасап көріңіздер. Ұнаса видеома лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге шамамен 2 килограмды құрайтын үлкен қырыққабат қажет. Менде ондай болмағандықтан осындай 2 кішкентай қырыққабатты және де осындай үлкен бір қызылшаны қолдандым. Алдымен екеуінің де сыртын ашып, жақсылап жуып тазалап аламыз. Мінекей, мен 2 көкөнісімізді де осылай тазалап алдым. Енді қырыққабатымызды өзіміздің қалауымыз бойынша үлкендеу бөліктерге кесіп турап шығамыз. Осындай өсіп тұратын жерін алып тастаймыз, кесіп қалған жерін 4 бұрышты үлкен етіп осылай турап шығамыз. Менің өзіме өте үлкен етіп туран ұнамайтын болғандықтан осылай орташа турап шықтым. Ал қызылшаны осылай жұқа етіп тураймыз және де осындай ұсақ бөліктерге бөліп шығамыз. Мен ұзыншақ етіп турадым. Сіздер кубик тәріздес қалыпта домалақ қалыпта турай берсеңіз болады. Сонан соң бізге лава жапырағы, осындай түйіршіктелген бұрышпен сарымсақ қажет болады. Осындай бір бас орташа сарымсақ жарайды. Сарымсақтарымызды тазалап алған соң осындай домалақтарға бөліп шығамыз. Сонымен қатар лава жапырақтарымызбен бұрыш түйіршіктерімізді дайындап аламыз. Енді осындай газге қойылатын темір кастрюлямызға 1 литр суымызды құямыз, қантымызды саламыз және де дәміне қарай тұзымызды саламыз және де осындай 9% міндетті түрде уксусымызды құйып жібереміз. Ең соңынан осындай жарты стақан сұйық майымызды құямыз. Барлығын мөлшерін мен видеоның астында қалдыратын боламын. Жақсылап араластырып газға қоямыз. Қайнағанша күтеміз. Маринадымыз қайнағанша ыдысымызды дайындап қырыққабатымызды орналастырайық. Мен осындай пластмассовый шелекті қолданамын. Сіздер орнына әртүрлі өзіңіздің қалаған 3 литрлік ыдысыңызды қолдана берсеңіз болады. Банка болсын, кастрюля болсын. Және де осылай қырыққабат, қызылша және дәмдеуіштерді араластыра отырып, дәл видеодағыдай орналастырып шығамыз. Үстінен басып қойсақ болады. Міне кезектестіре отырып, әдемі қылып барлығын салып алдық. Барлығы дәл болды ыдысымызға. Міне біздің маринадымыз да қайнады, үстінен құйып жібереміз. Егер де сіздер қайнатпай құямын десеңіздер, олай да істеуге болады, бірақ ол ұзағырақ дайындалады. Ал қайнатып құйсаңыздар, уақыты жағынан тезірек дайын болады. Осылай бетінен ыдыспен жауып, үстінен басып қоямыз. Енді су дәл барлық көкөніске тиіп тұру қажет, сондықтан да үстіне осылай жүк қоюға болады. Бір күн бөлме температурасында тұрғаннан кейін, толықтай суытып алғаннан кейін тоңазытқышта 2 күн тағы ұстаймыз. Сонан соң барып біздің қырыққабаттарымыз дайын болады. Енді сондай қытырлақ болып шығады, иісі де керемет. Тәбетіңіз болмай жүрсе, тамаққа қосып жесеңіз, өте керемет тәбетіңізді ашады. Бұны қысқа сақтауға да болады. Банкамызға салып, кәдімгідей қақпақпен бекітіп, салқын жерде ұстаймыз. Мінекей осындай болып шығады. Ыдысымызға салып ұсына берсек болады. Қытырлаған даусын есту үшін даусын қосыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Баршаңызға сәттілік ас болсын.